Енді еліміздегі базарлар мен дүкен сөрелерінде киік еті саудалануы мүмкін. Тіпті ішкі нарықтан артылып жатса, экспорттауда жоспарда бар. Яғни бөкен етінен жасалған консервілер мен шикі ет қолжетімдірек бола түспек. Бастысы қой, жылқы, сиыр етіне қарағанда әлде қайда арзан болады. Министрлік өкілдерінің айтуынша, киіктер көп мекендейтін өңірлерде 25 ет комбинаты жұмыс істеп тұр. Қазір олардың тең жартысы киік етінен консервілер дайындауға әзір. Сондай-ақ шикі етті сатылымға шығару үшін ет өңдеу кәсіпорындарымен келіссөздер жүргізіп жатырмыз дейді шенеуніктер. Өйткені бөкен еті таза, арзан әрі диеталық ет болып есептеледі. Сондықтан халыққа тағамның қауіпсіз екенін дәлелдеу үшін жан-жақты зерттеу жұмыстары басталған. Ал депутат Айдарбек Қожаназаров киік атуға рұқсат беру, бір оқпен бірнеше қоянды ату деп отыр. Где мы можем продавать лицензии. Бұл біріншіден лицензияларды сату арқылы туризмді дамыту деген сөз. Тіпті жылына 1000 не 2000 лицензия сатылған күннің өзінде бюджетке бірнеше миллиард доллар түседі. Ал етін әскер, түрме я үздіксіз ет өнімдерін пайдаланатын бюджеттік мекемелерге жіберуге болады. Мүйізіне Қытай, Вьетнам сияқты елдердің қызығушылығы мол. Яғни қосымша бюджет түсімдерін аламыз. Әрі ауыл шаруашылығы өнімдерін де қорғап қалуға мүмкіндік туады.